Армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті ағайын. Бұл видеоға шығып отырған себебім алдындағы посттағы видео түрткі болып отыр. Жалпы бұл видеоны біздің еліміздегі асабаларға видео үндеу және де біздің мәдениет министрі Ақтоты Рахматулла қызына үндеу деп қабылдаңыздар. Ал енді айтайын дегенім, құрметті ағайын, барлығымыз тойға барамыз, барлығымыз той жиын болып жатыр. Қазақ елі жалпы тойшыл қауым. Тойды жаман демеймін, жақсы. Бірақ мына тойдың да өзінің әдебі бар. Мына әдептен шығып кеткен мынандай дүниелерді байқап жүрген шығарсыздар өздеріңіз. Мен өз басым желіден неше уақыттан бері неше түрлі мына жиіркенішті қалжыңы бар, жиіркенішті анекдоттары бар, жиіркенішті ойындары бар, апталдай үлкен кісілерді шығарып қойып, жағы бір-бірімен үлкен аналарымызбен жасты кісілерді шығарып қойып, бір-біріне үйкелетіп, билетіп, бір-бірінің жаңағы киімдерін шешіндіріп ойындар бар. Ондай ойындарды көріп жүрміз желіден. Өз басым бұндай тойларға қатысқан жоқпын, қатыссам әрине мен үндемей қалмаймын. Ал енді жалпы бүкіл жаңағы қазақ еліндегі асабалардың бәріне топырақ шашпаймын. Бірақ бір құмалақ бір қарын майды шірітеді дейді. Осындай құмалақтарды теріп алып, бүкіл асабалар, құрметті асабалар, Қазақстан мемлекетінің асабалары өздеріңіз жиналып құрылтай жасайсыздар ма? Жоқ болмаса бүкіл мемлекеттік бір чат жасайсыздар ма? Жоқ кәдімгідей бір ұйым болып тіркеліп, өздеріңіз бір бағдар алып, сол жерге шектеу қоясыздар ма? Бірақ мынандай дүниені доғармасақ, бұл ертең бізге жақсылыққа алып келмейді түбі. Өйткені біз мына енді өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер, мен ЛГБТ-мен ашық түрде кәдімгідей күресіп жүрген адамның бірімін. Жастардың санасы кетіп қалған, ауып кеткен, осы бір жыныстық ауып кеткен, басқасы бар. Өзіміздің ұстамыздан ауып кеткен жастардың санасын қайтсек, қайтадан бері қаратып, қайтсек бетін бері бұрамыз деп біз сол жағында арпалысып жүрсек, мына жақта той томалақта үлкен қарияларымыз, апаларымыз, әжелеріміз отырған тойлардың ішінде осындай дүниелер болып жатыр. Кімнің арқасы? Ол осы тойды ұйымдастырып жүрген жаңағы организаторлар дейді ғой. Сол организаторлар бар, осындай жаңағы мынандай санасыз, арсыз, намыссыз асабалар басқарып жүр. Енді қарап отырсаңыз, мына алдындағы видеоны қарап отырсаңыздар, кәдімгідей біраз адам жиналып отыр. Жастары да жас емес, үлкен жастар келіп қалған кісілер, видеоны түсіріп отырған кісі де қазақ кісілер. Ойбай деп қойып отырып, қарап отыр ананы. Ал енді анау жаңа қонақ бала отыр, қазақ жігіт. Менің ең өзегімді өртеп отырған осы дүние. Қазақ елі, құрметті жастар, құрметті ағайындар, қайда кетіп бара жатырмыз? Біз қайда кетіп бара жатырмыз деп жазып қана отырмай, іс әрекетпен бірдеңе әрекет жасайық, тоқтатайық мынандай дүниені. Сіз болып, біз болып, әрқайсыңыз осындай той жиынның куәгері болсаңыздар, сол жерде тұрып, дәл осы мына тойда тұрып, мына корпоратив па, сол жерден тұрып микрофонды алып, ана жерде мына тырдай жалаңаш қыздың үстіне жаңағы жабатын жабуын жауып, шығарып салуға дәттеріңіз жетпегенде мен күйініп отырмын. Егер осындай дүниені көріп жатсаңыздар, еш ұяты жоқ. Сіздер ана жерден тойдың арасында суырылып шығып, жүгіріп барып, микрофонды алып алып, ана жерде осындай дүниені доғарсаңыздар, сіздер осындай дүниені доғыраның үшін жаңағы тойдың иесі сіздерден жаңағы ары қарамайтын шығар деймін. Бүкіл сол жерде отырған халық та сіздің бетіңізге түкірмейтін шығар. Сен мынандай дүниені тоқтаттың деп. Сондықтан кішкене бір-бірімізге, қоғам бір-бірімізді кішкене ұстап, бір-бірімізді тәрбиеге алмасақ, мынау кеткен күйі кететін болсақ, бері кері қайта алмай қаламыз. Жастардың жағдайы мынау. Мультфильмі бар, электронный темекісі бар, ЛГБТ-сі бар, интернеті бар. Жаңағы аниме Наруто деген мультфильммен саналары әбден сіңіп, қазір қазақи деген иіс мұрындарына бармай келе жатыр.
өсіп келе жатыр сондай жастар. Ал енді мына қазақиды кішкене бойына сіңдіріп, кішкене совет үкіметінің тәрбиесін көрген кісілеріміздің өзі мынандай дүние істеп отырса, онда ертең кімге сенеміз біз? Сондықтан құрметті ағайындар, кішкене етек жеңімізді жияйық. Жырқылдап жаңағы әшейін тырқ-тырқ етіп, жырқ-жырқ етіп отырғаннан ешқандай пайда болмайды. Көңіл көтеруге барсаңыздар, бәрі орынды болу керек деп ойлаймын. Әсіресе асабаларға бұл үндеу. Құрметті асабалар, баратын жерлеріңіздің программасымен танысып, осындай дүниелер болса бас тартуға сіздердің әбден хақыларыңыз бар. Құрметті Ақтоты Рахматуллақызы, сізге де үндеу. Мынандай елімізде болып жатқан той жиындар, жаңа корпоративтер, жалпы қоғам арасында болып жатқан осындай мәдениетсіз, осындай жаңағы халқымыздың арасында осындай бір іріткі салып жатқан дүниелерді доғаруға, тоқтатуға қандай да бір іс әрекет жасауыңызды сұраймын. Ал енді құрметті асабалар, сіздерге де өтініш, алдында айтып кеттім. Қалай ұйымдасасыздар ма, біргесіздер ма? Бірақ бір-біріңіздің жаңағы осындай кетіп бара жатқан дүниелеріңізді ең болмаса өзара тоқтатып, өзара бір мәмілеге келтірулеріңізді сұраймын.